Сәлем достар, бүгін біз песочный печенье дайындаймыз. Жасалу жолы оңай және ингредиенттері қолжетімді. Ол үшін бізге 250 грамм бөлме температурасына жібіп тұрған сары май қажет. Оның үстіне 125 грамм қант саламыз, одан кейін шым тұз саламыз, 75 грамм творог салып, барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жаңағы қантымыз ерігенше әбден араластырамыз. Егер миксер болатын болса, миксермен араластырып алуларыңызға болады. Мен барлық ингредиенттерді кухонный весамен өлшеп саламын. Одан кейін 450 грамм екшелген ұнды салып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Қолға жабыспайтын жақсы әдемі қамыр пайда болады. Одан кейін оны бірден жаңағы 19 граммнан жаңағы весаға салып өлшеп аламын да, противенге қағазымды төсеп, пергаментный, соның үстіне барлығын шар тәрізді пішін жасап орналастырып шығамын. Менің каналымда басқа да рецепттер бар, видеолар бар, соларды көріп, комментария жазып, лайк басып, тіркеле кетіңіздер достар. Осылай барлығын жасап өлшеп болғаннан кейін барлығы бірдей болады бір пішінде. Одан кейін оның жаңағы үстін кішкене басын құраймын қолыммен, сосын бір жақ бетіне ғана қантымды сеуіп, барлығын противенге қайтадан осылай орналастырып шығамын. Одан кейін жаңағы судың любой крышкасын аламын да, үстіне узор салып шығамын. Егер сіздерге көрінетін болса, қазір көрінеді, мынандай ғып узорлар пайда болады. Одан кейін ортасын қолымен басып шығамын. Осылай барлығын істеп шыққаннан кейін 180 градуста духовкаға 15-20 минутта, енді әркімнің духовкасы әртүрлі, 15-20 минутта пісіріп шығамын. Одан кейін ол піскенше жаңағы шоколадымды микроволновкаға жібітіп аламын да, ертіп. Одан кейін осылай ортасына, әр печеньенің ортасына шоколадымды қиып шығамын. Осылай қиып шыққаннан кейін кішкене холодильникке немесе суық жерге шығарып қоюларыңызға болады. Дайын болды, печеньеларымыз дәмі өте керемет. Мен бірден аузыма салып жібердім, өте керемет дәм деп өзім мақтандым. Міне дайын болды, мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше.